Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Жаңа 2026 жылымыз құтты болсын. Сіздер бұл видеоны жаңа жылда көріп жатырғандықтан құттықтап қойып жатырмын. Ал бізде бүгін 27 желтоқсан. Достарымызбен бірге жиналып, жаңа жылда атап өтпекшіміз. Жылды қорытындылап, жаңа жылымызға аяқ басқалы жатырмыз. Соған орай бүгін дастархан жайып, қонақ күтейін деп жатырмыз. Әзірге осындай сервировка жасап қойдым. Ортаға шырша менен тірі гүлдерді қойып қойдым. Бүгінгі күнге достарымызға арнап Азамат екеуміз арнайы программа дайындап қойдық. Оның ішінде осындай сыйлық таратуымыз да бар. Бұны қалай тарататынымызды влогты соңына дейін көріп тамашалаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Барлық қонақтарға арнап Wildberries-тен осындай пазлдарға заказ бердік. Ішінде 10 дана болады. Әр қонағымыздың алдында тойбастар ретінде тұрады. Бұны құрған кезде предсказание шығады. Әр күнге әр түрлі. Келер жылда не болатынын көреміз. Мұн жақта манты тиіп жатыр, ал мұн жақта мына екі кісі аребит отыр. Төбелесіп отыр. Әлі бір мен тұра отырма, мен кеткелі ғала. Домиктегі деп естейміз. Соңшы дайындалып. Домикті жалдадық деп естейміз. Ал мен мұн жақта екі пачуаны бітіре жақ болып қалдым. Жалпы негізі бірдей бастадық екі адаммен деп. Екеуі сен неге картоп тұрайсың, сен неге мына тұрайсың деп отыр дейсің. Әлі дейсің. Бір кісілердің қаны ашып қалыпты. Қыматсағында кухня күшті елесіп тұр. Фартық па? Е. Күшті фартық алу керек пе? Жоқ, бізде фартық жоқ. Мінекей десертке деп осындай макаронстар заказ бердік. Осындай етіп оформление жасап, әдемі қылып жіберіпті. Мына жерде корица менен кепкен апельсин де бар екен. Пара волшебства дейді. Қараңыздар. Қазір осыны осындай әдемі ыдыстарға салып дастарханға қоямыз. Әзірге келген компания осы деп. Төрттен бастап барлығын күтіп жүрміз. Сағат 9-ға жақын. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Жолтудей маханда. Тапсырысқа шығамыз. Тапсырысқа шығамыз. Басты қаймыз. Оливьесіз және патшыбысыз жаңа жыл болмайды ғой деп, мінекей дастарханымызға қойып жатырмыз. Жақсы жүрсіз оған. Группа поддержки ба? Үндімеуді. Ал қадірменді достар, бүгін алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатсыздар. Көптен рахмет. Жаңа жыл қарсаңында осындай шағын дастархан жайып жатырық. Жайып отыр дегенде. Өздерің жайып жатсыздар. Ағай нәзірге жалғастырады. Қош келдіңіздер. Астан алып отырыңыздар да жейсіз. Астан отырмын. Жақын жандарымыз, жан достарымыз, қош келдіңіздер. Сіздерді осы бір дастарханның басында жинау бізге бұйырып жатыр екен. Жаңа жылымыз құтты жыл болсын, жақсылығымен келсін. Бүгін сол ескі жылымызды қорытындылайық деп, осындай іс-шара ұйымдастырып жатырмыз. Алдарыңызда қазір мынау пазл, бұйырса келесі жылға қандай күшті нәрсе күтіп тұрғанын құрып біле аласыздар. Предсказание. Мұн жақта қыздар уже пазл құруды бастап кетті. Мұн жақта Азаматта да біздің пазл құрып жатыр. Неси болмай еді. Лучше физика неси болмай еді. Зато білесің да. Күшті тұрмады да.
Пушкин. Зима. В подкове золотой, красивый, стабильность лошадь принесет. Жизнь обещает быть счастливой, в делах амурных повезет. Ух ты! Амурных делах повезет деп тұр ғой. Мән беріңдер дейсің ғой. Много радостных моментов в мешке с подарками найдете. Красивых комплиментов год лошади с собой возьмете. Год коня к вам в дом стучится, ждет вас новый интерьер. А чтобы вам не суетиться, возьмите отпуск, например. Ух ты! Год сладкий будет, как конфеты. В объятиях половинки вашей. Встречать вы будете рассветы, а дом ваш будет полной чашей. Красавчик! Жүрексіз. Шрек? Так, Блайвер? Лошадка златогривая, талант раскроет ваш. И будет жизнь счастливая, карьерный ждет вираж. Одан сайын өзің деп жатсың ғой. Лошадь – самый верный друг. С ней вы клад найдете вдруг. Внедорожник заведете и красиво отдохнете. И пару найдете, и еще отдохнете, да? Громким цоканьем копыт увеличится доход. Возможность будет вам открыта, реализуется за год. Болды, ютуб-блогер болдым. Доход табам енді ютубтан. Бұйырса. Сосын тағы басқа бірдеңкелер болса вообще күшті болады дейсің. Ал азаматтықын оқиық. Любовь, здоровье и везение. Все будет лошадиный год. И быть вам с добрым настроением, не зная никаких забот. Біздің команда аты Нұрлы таңғы рештинг. Квиз бастайын деп жатырмыз. Мұнда Азамат екеуміздің дайындаған квизіміз. Азамат қатты дайындалып отыр, кәдімгідей жюри болады. Жоқ, дұрыстап команда атауын құрыңдаршы. Креативны. Новый год байланысты. Я Новый годқа байланысты құрыңдар. Екеуміз Новый год болдық па? Новый год болатсыңдар. Команданың аты Оленянки. Имбирные пряники ма, әлде олененки ма? Көреміз дейсің ба? Соңынан көресің. Сағат 11 болды, қызымыз әлі ұйықтаған жоқ. Бізбен бірге Ол судья. квиз барайын деп жатыр. Қалай, дайындық күшті ма? Түсіріп алдың ба жақыннан? Жоқ, түсірейін деп жатырмын сол. Ел ішінде не гәп кейде не болуы мүмкін? Еркелон мен бота. Жаңағы өсектер ғой, примерно. Сондай ма? Білмеймін, көреміз. Ал ми шайқас деген не болуы мүмкін? Вот мынау енді. Алынды біледі, сондай сұрақтар қойған ғой бір. О, білмеппін деген. Тақырыптар Тақырыптар қызық, сұрақтар қиын. Ол сұрақтардың жауабын чәчіктеме Азамат екеуміз білеміз. Өте қиын сұрақтар дайындадық, ал дайындалыңдар. Төрде сарайшық етінде мәселе. Шира просто таңдап беріп кетіп қала. Ондай бар ғой. Сағат сайын қандай Испанияда жаңа жыл қарсы алар кезде сағат сайын қандай жеміс жейді? Жауап Неше минут бересің? Жауап виноград па? Виноград қабылданды. 12 дана жүзім Испанияда жаңа жылда әр сағат сайын бір жүзім жемісін жейді. Сонда жыл бойы сәттілікке ие болады деген сенімдері бар екен. 2025 жылы Қазақстанда қандай ірі музыкалық фестиваль өтті? Онда шамамен 15 000 көрермен тамашалады. Біліп тұрмын. Айт. Біз оған түсін. Қауыл ақылсы. Ою фестивалі. Ою фестивалі. Жауабы ою Алматыда ою деген фест Ою болды. фест болды. 2025 жылы Қазақстанда қандай фильм алғашқы демалыс күнінде 500 миллион теңгеден астам табыс жинады? Мұнан аяқтан алғансың. Алғашқы демалыс күнінде, яғни ол четвергте шықты, воскресенье ол уже Мен номер вот жеттім, отзыв естідім, тек қана бәрі түсінбедік. Қайтадан дейтін еді ол? День сурка. Ауру фильмі. Жаңа жылда қызыл ішкі киім киетін қай ел? Қазақстан. Мен бір
Қызыл киім киетін ел базар. Құралай болса білетін еді ғой. Соғайын ба бір сағат сізға? Деп бар еді ғой. Көрген жоқсың ба? Сағат 12 дейін. 30 балл берілетін сұрақ. Іш киімге қиналмаймыз. Точно білмейміз де жүр. О, білмеппін деймін. Шотландия. Ал қабылдан. Соңғы жауап та. Китай. Китай. Жауабы Китай деп жаңа айтпа, Қытай. Италия. Италияда жаңа жылда қызыл іш киім киеді. Бұл махаббат пен сәттілік символ. Шайқап жүрейік. Давай, мы шайқап. Шайқалып отыр негізі. Ми шайқас Италиядан кейін вообще өтіп қалдық. не қозғалады, бірақ орын ауыстырмайды. Жаңа. Кола. Сосын мандарин. Шайқас елу. Шырқа өзім жауап берейін. Лучше бізге тиді. Ал кеттік. Не сынбайды, бірақ үнемі бұзылады. Уақыт деп Қатты ойланып отыр. Екі топ прям бір-біріне жақындап, сыбырласып ойланып отыр. Ал біз мына жақта жүргізуші ретінде бұлардың эмоцияларын көріп, қызықтап отырмыз. Оған тек бір жауап бар болды. Білмеймін, бір жауап таңдайтын да қабылда деп айтшы, сосын мен соны қабылдаймын. Қызық болады қазір, жаңа көңіл-күй болды. білмеппін. Иә, көңіл-күй болды, содан кейін уақыт болды. Енді Елу ғой. уәде. Уәде бұзылады. Квиздан біз не үйрендік? Жастарша сөйлеуді, слайдтарды қолдануды үйрендік. Қай жақта жаңа жылда қызыл ту сүйеді? Соны айтасың деп Ең бірінші қай елде шыршаның безендірілгенін білдік? Қай елде? Германия. Италия, Германия. ел ішінде негат деген сұрақтары қызық болды по идее. Иә. Бұл Бұл жылды қорытындылауға арналған. Жылдық қорытынды. иә, сол. Уюфест деген да, Анарбеков. Алғын фильм. МРП. МРП-мен қабылдады. Ұнады. Миымыз шайқалып. Шайқалды кәдімгідей. Алдыңғы квизға қарағанда бүгінгі квиз өте прям жоғары деңгейде қиын болды. Молодец. Дайындық бар екенін көрді Дайындық ма? бар екен. Жоғары деңгейде болды дайындық. Қалай ұнады ма? Ұнады. Аха. Сіздің үйде әрдайым жиналғанда өздеріңіз күшті өтеді. Сіздерге көп рахмет. Жаңа нәрселер үйреніп жатырмыз. Төрде сарайшық. Ол не болып шықты сонымен? Велотур. Велотур болып шықты. Команда олды үйретті деп. Бұл негізі квиздің дайындаудағы мақсатымыз жаңа ойымызды кеңейту ғой. Бүгін жиналған себебіміз енді жаңа жыл болғасын, жылды қорытындылау болғасын, соған орай сондай мировоззрениемізді кеңейту мақсатында қойылған сұрақтар. Happy New Quiz деген атауынан білуге болады. Жағынан елімізде жаңа осы 25-те қорытындылап шықтық болды. Бір жағынан 25-те қорытындылап шықтық. Событияларды қосып. 30 және 220 балмен преники. Не ожидали? Елуді алып кеттіңдер көпте. Жалпы жылды қорытындылайық. 2025 барлығымызға жақсы болды деген ниеттеміз, сенімдеміз. Енді 2026-ға аяқ басқалы жатырмыз. Барлықтарыңызға 2026 құтты болсын. 2025-ті қорытындылап, сіздерге Азамат екеумізден марапат. Нағыз Азамат деген номинациямен өмірде асықпай, алдымен анасының амандығын, тыныштығын бірінші орынға қойған үшін Орынбек мырзаға беріледі. Жалғыз ананың тірегі болып жауапкершілікті үнсіз көтеру кез келгеннің қолынан келе бермейді. Жаңа жылда анаңның көңілі жай тауып, өзіңнің жолың ашылып, жаныңды әрдайым қаумалаған қалың ел, ақ тілекті адамдар болсын деп тілейміз. Бақыттың да, жұбың да дәл уақытымен жолықсын. Алдағы кафеден кейінгі тема ғой, иә? Алдағы кафеден кейінгі тема. Осы Орик саған мына жақта статуэткамызбен бірге. 2026-ның басты интригасы номинациясыменен
келесі жылы бір жаңалық бар деген сезімді бәрімізге қалдырған үшін Нұрлы ханым марапатталады. Иә, сенде менде видео бар, сенің сөйтіп келесі жылы 2026-да деп тұрады. Той ма, шетел ме, әлде бәрі бірге ма, келер жыл көрсетеді. Жаңа жылда күлкің мен энергияң ешқашан таусылмасын. Армандаған үйің, мақсаттарың, сапарларың орындалсын. Жаңа кездесулер мен қуанышты сәттер көп болсын. Әмин. Фотоға түсіңдер дізгі. 2026 жылда кастинг әлі жабылмаған номинациясыменен 2025 жылы таңдауды тоқтатпаған Баку мен Катардан да іздеп ешкімге уәде бермеген финалды соңына дейін созып жүрген үшін Шерхан мырза марапатталды. Кандидаттар болды, варианттар қаралды, салыстыру жүргізілді, бірақ шешім әлі жарияланған жоқ. Сабыр бар, талап жоғары. Жаңа жылда жүрек шатаспасын, таңдау дәл болсын, ал финал лайықты қызбен аяқталсын деп тілейміз. Ортаға тұрыңдар. Ортаға тұрғансың. Ресми түрде біз деген номинацияменен мен деген өмірді жауып, біз деген өмірге сәтті көшкен Асылжан мырза мен қымбат ханым марапатталды. Біз деп тұр ғой. Келе ғой. Бірге барайық қылыстас. Келтіріңдер. Бізге мен ортаға барамыз. Сейчас фото түсірем. Биыл тек үйленіп қана қоймай, жаңа қонысқа көшіп, бірге ояну, бірге жоспар құру, бірге үйрену режимін қосты. Үйлерің күлкіге, жүректерің махаббатқа толсын. Бірге қарсы алған әр жыл бұрынғысынан да берекелі болсын. Бақытты болыңдар. Әмин. Келдер. Шетелді айтып оны Асиктің бірінші шетелі қатырасы. Налса да сынбаған номинациясыменен 2025 жылы алдына келген түрлі сынаққа бой бермеген және кофе сатып алу үшін жұмыс жасайтын, жұмыс жасау үшін кофе сатып алатын Назгүл ханым марапатталады. Кейде күлмедің, кейде шаршадың, бірақ бізбен қалдың. Сен мықтысың. Точка. Жаңа жыл... Точка үшін. Оны жазған үшін. Жаңа жылда шет елді жаулап, қалағаныңды жасау жалғасын тапсын. Армандаған үйің тезірек сенікі болсын. Әмин. Күлкі мен бақыт тек көбейіп, қиындықтар артта қалсын. Әмин. Тәуелсіз феминистка номинациясыменен 2025 жылы өз жолымен жүріп, әлемді феминизм көзілдірімен көретін, Бакуге жалғыз саяхаттаудан қорықпаған Ақмарал ханым марапатталады. Жаңа жылда еркіндігің ешқашан шектелмесін. Күлкің көп, өмірің қызықты әрі шабытқа толы болсын. Достарың әрдайым қасыңда, саяхаттарың қызықты әрі тәуекелді болсын. Ал әр жаңа күн саған жаңа мүмкіндіктер мен жағымды тосын сыйлар әкелсін. Әмин. Ескі чаптерді жапқан адам номинациясы. Оған бәрі қуанышты дейді. Оған бәрі қуанышты, бұл жерде бәрі біліп түсінеткен бар. 2025 жылы барлық ауыр байланыстарды артта қалдырып, өзін бірінші орынға қойған үшін Аружан ханым марапатталады. Именно сол главный болып тұр ше. Жаңа жылда ескі драмалар архивке кетсін. Жаңа жыл жарық пен күлкіге толсын. 2026-да мөлдір махаббат, таза энергия, толағай табыс болсын. Біз саған қолдау көрсетеміз, күлкі сыйлаймыз және әрдайым қасыңда боламыз. Шағын сыйлықтарымыз бар. Соны таңдау үшін әртүрлі ақша көлемінде болғандықтан таңдау үшін сіздерге шляпаның ішінде номерок беріледі. Кімде бірінші номерок болады, сол бірінші барып ана сыйлықтардың ішінен таңдайды. Өзіне ұнағанын таңдайды. Ал енді кімде соңғы болады, енді ода вариант жоқ, соңғысын алады.
Алтын. Алтынчы болуп таңдайсың. Аха. Алтынчы болуп ала ма? Иә. Я последний? Сегіз. Сонда да последний. 19 9 болсам алмайын болшы. Екеуің бірге аласың дейсің. Айналып кетті ма? Орамаған ғой. Қайт қой. Ой, жайын алынбай жатыр ғой. Бір алынып. 5. Жеті. Жеті болда. Бірінші Екінші. Орик болды ғой да. Бірдей. Иә. Ашайма сразу? Сразу аш. Вау. Бұл саған керек нәрсе ме екен дейсің ғой. Қандай бар? Енді бұл жерде ер адамдарға да, әйел адамдарға да Бәрі. алған сыйлықтар бар. Ол кезде айырбастап ала саласыңдар біреу. Жинемеші не керек болады. Біреуге подарка беруге болады. Интрига деген нәрсе жоқ вообще. Иә, менде сондай. Айтайын ба? Керек дешеш. Мен ана панам кигем ғой. Соны маған жұмыстағылар прикол ұстайды, сен баняға барайын деп жатсың ба деп маған бар ғой. Енді баняға түспейін ба? Иә. Не ма? Қасына келдің? Аға, баняның шапкасы ғой. База жоқ. Маған жұмыстағылар как раз прикол ұстайды, баняға барасың деп. Екінші кім? Скоро баняға барасың, дальше 2026-да. Иә. Спа деп визуализация ұштайды. Саған мысалға әйел адамның сыйлығы түсуі мүмкін жалпы. Ешқайсысына ұтылмаймын ғой. Ешқайсына ұтылмайсың ғой, иә, әйеліне бересің ғой. Иә. Ашшы жүр. Немножко что-то сам еще. Ойландым, термос пакетінде ойландым. Қайсың? Термосна. Бұл жағынан қарап тұру Не бар екен көрейік. Экстрасенс болып тұр ғой. Тут Подемет орап тұр ма? Термос. Термос па? Термос. О, База жоқ, көрмей тұр. Мен түрін алып тұрман. Соны түрін өптірма. Жарайды ала бер. Эстетичный. саған болар. Неге итті? Алып қойдың ғой енді, ең арзанды не болды дейсің. Ойнап айтам, алып Ойнап қойдың. тұр, по идее. Алып қойдың енді жақсы. білмеймін ішінде не бар екен. Шоколад. Шоколад. Она не. Маска. А, маска. Шоколад Мас- маска. Маска для ног, маска для лица и шоколадка. Дан алып көрейін. Алып көр. Не бар екен ішінде. Ана куда күшті қой. Отада тұр ма? Сыртса шеш. Күшті бірдеме ғой. Диффузор ғой мынау. Диффузор емес, бірақ не? Духи. Духи. Күшті ғой. Қазір көрейік. Ой. Қараңдар достар, женский духи там. Вау. Женский. Здорово. Күшті қойсы? Ага, нежный. Күшті. Күшті, иә. Болды, осыны сүйіп келем достар. Рахмет. Ең күшті қадам ең секілді. Ең қымбатты сенікі болып тұр дейді. Өзі қымбат, өзі маржан. Конфетка таңдадың ба? Үлкен ешкім жоқ. Сен алады деп отыр. Иә. Өзің ал енді. Андай болады, ұзақ күткен адамдар. Қалай ораған дешеш? Жоқ. Скорбинка дейсің да. Носки. Вау. Қалай қалай? Керек нәрсе. Керек нәрсе, иә. Назгүл ғой да сыйлаған? Иә, Назгүл ғой барлығымызға носки жей Ең бір қыз. Иә, иә. Шере давай. Саған қанда. Қайтарып жатырмын. Соны ма? Саған сені бір. Ұстап қарап ала ма? Жоқ. Иә. Ана свежий. Шай ішіп тұрсың. Иә, иә.
Примерно. Примерно шай ішіп тұр. Жұмыстың шайқап дейді ғой. Иә, үйренгендер десе. Сондай ма не? Сондай ырым бар негізі. Невеста типа подругаларына кружка подарить етеді, үйленіп жұлқысып Сен өзің танапсың ғой. еще бада бір айтып Имбирный пряник ол. Екеуі де бірдей нәрсе жоқ. Носки ма? Қарап көрсін. Азамат күшті ғой барады оны. Андай етпен қалай тұрғансың. Необычный қыл. Тут күшін бәрін ойсың. Носки? Носки ма? Да. Да. Қалай құрылысың? Мен ең алғаш шетелге саяхаттадым. Мен биыл республикалық олимпиадада студентім орын алды. Мен биыл шетелге жалғыз шықтым. Мен биыл жасауымды өзім жинап, абыроймен ұзатылдым. 2025 жыл қазақ еліне +1 отбасы отау болды. Кавказ тауларын машиналармен аралап қайттым. Бәрі маған қарап тұрады. Өзімді таңдап, өз-өзіммен үлкен жұмыс. 2 мемлекетке бардым. Мен биыл кейінге қалдырған істерімнің барлығын орындап, бала Назеркені қуанттым. Мен биыл әкемді умра сапарына Америкаға жолдадым. 62. Мама! Но неше? Но неше? 15. Нет, вот. 27. Міне, жоқ, 28. 22. Вот! Нет, но 16, 12, 82 ғой. 9. Вот! Сағат қазір 5-ке 15 қалды, таңғы 5-ке. Достарымыз тарап, дастарханды жинап, ыдыстарды жуып, қазір болып жатырмын. Кешіміз өте керемет өтті. Достарымызға да ұнаған секілді. Достарымыздың бізге алып келген сыйлықтарына анпакинг жасап жіберейін. Бізге дегенде көбісі, барлығы дерлік, қызымызға арнап алып келген екен. Оның ішінде осындай развивающий ойыншық та бар. Магнитпен сортер. Қызымызға ұнайтын ойыншықтардың бірі. Рахмет. Құрбым Нұрлы осындай тәттілер алып келді. Белвита печеньесімен мен жақсы көретін Рафаэл конфеттері. Содан кейін Ақмарал деген құрбым Айназға осындай жаңа жылдық сыйлық алып келді. Аружан деген құрбым осындай сыйлық алып келді. Ішінде осындай маска және молочко для тела бар екен. Бұл уже маған арналған сыйлық болды. Одан кейін қызыма арнап осындай заколкалар алып келіпті. Түрінен әдемі заколкалар. Бұл қызыма арнап алып келгені. Бұйырса садикке тағатын боламыз. Ал Шерхан досымыз осындай Айназға сыйлық алып келіпті. Бұның ішінде толған конфеттер. Милка бар, бельгийский шоколадтар бар, осындай конфеттер бар бұрынғының, және де осындай тәтті бальзам для губ бар екен. Рахмет. Ал Назгүл құрбымыз Айназ қызымызға осындай әдемі қызыл түсті киім алып келіпті. Әдемі кардиганы бар, және де осындай
қызыл юбкасы бар. Барлық келген қонақтарымызға бек рахмет. Ал сіздерге видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын.